бір үйде екі құқығы толық, бір-бірін сыйлайтын, бір-бірінің ойын сыйлайтын, бір-біріне ашылып сөйлесе алатын екі адам өмір сүріп жатса, отбасының әдемі жағы осы жерде да. Мысалға настроениесі болмауы мүмкін, ұрсып қалуы мүмкін. Ол жерде де бір-бірін кінәламайтын, бірақ өзінің ойын ашық айта алатын. Мен саған ренжіп тұрмын, мен осыны уайымдап тұрмын, мен балам үшін мынаны істегім келеді, сен маған істеп бермегенің үшін мен осындай қатты қынжылып тұрмын деп айта алатын әйел, мына жақта соны тыңдай алатын еркек болса ғой, шіркін-ай, сен нені уайымдап тұрсың? Иә, сен мынау айтқаныңды дәл қазір орындай алмаймын, бірақ мен саған осы уақыт аралығында давай былай істеп көрейік, мен саған былай орындауға тырысамын. Просто тыңдашы әйелді, тыңдашы. Ол сенің отбасың үшін, көркею үшін, өркендеу үшін барын салып жатыр. Сен соны тыңдай алатын еркек болшы, пожалуйста. Жұмысыңнан келді, бір мезгіл үйіндегі отбасыңның не қалайтынын бір ауыз сұрай алатын еркек болшы. Өйткені сен жанталасып, қорғайым, қолпаштайым, өсірем деп жатқан отбасыңнан басталып тұр ғой. Сол отбасының ошақ қасында отырған нәзік жанды, мынау құрсағын сенің тегіңді туып берем, осыны әдемі қылып, осыны сап-сау қылып, осыны емізуім керек деп ойланып, барын салып отқан әйелге мән беріп көрші, тыңдап көрші. Сол кезде көресің, отан өз сөзде отбасынан басталады. Сен осыны көркейте алсаң, отаныңда көркейтетін, біз сенетін, әйел қауымы сенетін, бүкіл әлем сенетін бір ер кісінің бұл өмірде жер басып жүргенін көреміз да қуанамыз. Әрдайым тілектес болып отырамыз.